Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздерге арнап осындай 100% табиғи өріктен жасалатын шырынның рецептісімен бөліскім келеді. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Балаларыңызға, өздеріңізге, үлкендерге барлығына ұнайтынына толықтай сенімдімін. Өрікті жақсылап тұрып жуып аламыз. Ішіндегі тасын алып тастаймыз. Бұл сокты жасау үшін өріктің жұмсақтылығы, қаттылығы маңызды емес. Барлығы да пайдаға аса береді. Блендермен барлығын еземіз. Егер сіздерде блендер болмаса, онда ет тартқышты, яғни мясорубканы пайдалансаңыздар болады. Осы массаны үлкен кастрөлімізге құямыз. Және де осы өрікті салған табағымызбен 2 есе суымызды құямыз. Яғни бір табақ өрікке 2 табақ су құямыз. Енді осы шыққан шырынымызды сүзгіштен өткізіп аламыз. Тамырлары барлығы осы сүзгіде қалып қояды. Сүзгіден өткізбей ақта іше беруге болады, бірақ осындай түйіршіктер жүрмеу үшін ішінде сүзгіден өткізген абзал. Немесе мен осындай күріш жуатын дұршылақты пайдаландым, сондайды да пайдалансаңыздар болады. Енді осы массамызды барлығын кейін кастрөлімізге қайтадан құямыз. Шырынды отқа қойып 35-40 минутта қайнатамыз. Оның ортасында банкаларымыздың барлығын жуып, іштерін жақсылап, және де су буына немесе духовкаға, пешке салып залалсыздандырамыз. Енді осындай болып біздің шырынымыз қайнаған кезде бетіне көбігі шығады. Сол көбіктердің барлығын жақсылап тұрып алып тастаймыз. Қантымызды саламыз және де 1 шай қасық көлемінде лимон қышқылын саламыз. Жиырма 25-30 минутқа тағы да қайнатамыз. Дайын болған шырынды алдын ала дайындап қойған банкаларға құйып, қақпағын жақсылап тұрып жауып, бетін төңкеріп, жылы жерде 1 тәулікке сақтаймыз. Мінекей біздің балдай тәтті табиғи шырынымыз дайын. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Достар, егер сіздерге бұл рецепт ұнаса, менің арнама подписка жасап, лайк басуды ұмытпаңыздар.
баршаңызға ас болсын.